Аймағымызда сәуірдің 10 күні COVID-19 инфекциясын тағы 4 адам жұқтырғаны мәлім болды. Науқастар оқшауланып, инфекциялық бокста ем алып жатыр. Енді ол адамдармен араласқан азаматтар да дәрігерлердің бақылауына алынған. Бүгінде індет анықталған жерде залалсыздандыру жұмыстары жүргізілуде. Қарағанды облысында вирусты жұқтырған жалпы 61 науқас тіркелген. Сонымен қатар жақсы жаңалықтар да бар. Осы індетпен ауырған 2 емделуші жансақтау бөлімінен шығып палатаға жатқызылды. Дәрігерлердің айтуынша науқастардың жағдайы жақсы. Әзірге емін алып, сауығып келе жатыр. Сондай-ақ облыста 1200 адамға карантин жарияланған. Оның 795-і күндіз-түні бақылауда. Осына ауырған жандар пневмония және ашық жедел респираторлық вирустық инфекциялық дертпен ауыру мүмкін деп пульмонологиялық госпиталға жатқызылған. Вирустық инфекция жұқтырғандарға арнайы жедел жәрдем бригадасы қызмет атқарады. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыстық клиникалық аурухана штаттық режимде жұмыс атқарады. Дәрігерлер ештеңеге қарамай, бар күшін коронавирус инфекциясымен күресуге жұмсайды. Ауруханада негізінен төтенше жағдайда түскен науқастар қабылданады. Атап айтқанда шашыраңқы склероз, миостениялық криз, цирроз немесе эндокриндік асқынған науқастар. Әр бөлімде шамамен 15 адамнан. Рамазан Ильясов 8 күннен бері ауруханада жатыр. Артрит дертімен ауруханаға түскен. Диагноз это артрит. Тізем жүрмейді, ауырады. Барын жасайды, система қояды, барына жасайды. Ауырған жандарға егерде жедел ем қажет болмаса, үйінде емделеді. Ең қауіпсізі де сол. Бүгінде ауруханада инфекциялық дерт жұқтырғандар жоқ, ал емделушілер қатаң тексеріліп тұрады. Қазір медицина саласында жұмыс істеп жатқан дәрігерлер, медбикелер, санитаркаларымыз өмірмен өлімнің арасында жүрген жағдай болып жатыр. Бірақ біз қорықпаймыз, бұл біздің жұмысымыз. Соның үшін бізге халық жәрдем берсе деп ойлаймыз, үйінде отырсақ. Клиника қазіргі таңда ауырған жандарды қашықтан қабылдайды. Әлеуметтік желі арқылы ауруханаға 600 адам қабылданған. Емделушілерге бұл әдіс тиімді әрі қауіпсіз. Әрбір маман бізде істеп жатқан әрбір бөлімшенің бастығы дистанционада отырды. То есть интернетпен қабылданамыз, олардың жағдайларын біліп, то есть облысымызда қанша район, городтар болса бізге хабарласады. Біз оларға осылай пландарын береміз и лечениесін айтамыз. Адамның денсаулығын қашықтан анықтауда дәрігерлер түрлі тәсіл қолданады. Науқастармен кейде бейне байланысқа шықса, бірде фото-видеолар арқылы диагноз қояды. Осылай виртуалды түрде емделушілер өздерінің терапевтінде қаралуына болады, немесе телефонның көмегімен клиникаға тіркеледі. Жаңабек Нар, Данил Тарасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық сүт компаниясы медициналық клиникаларды өз тауарларымен қамтиды. Дәрігерлер күндіз-түні қауіпті індетпен күресіп, науқастарға үздіксіз қызмет көрсетуде. Нәтиже сүт фабрикасы қиын күнде дәрігерлерге демеу болу үшін өз өнімдерін тегін ұсынған. Бұл мекеме 2 аптадан бері Қарағандыда 4, Астанада 3 аурухананы айран сүт өнімдерімен қамтып келеді. Бұл бастаманы Ренмил компаниясы да қолдады. Китайские ученые рекомендуют населению употреблять побольше молочной продукции. Қытайлық ғалымдар өз тәжірибесінде сүт өнімдері адамның денсаулығына пайдасы зор екендігін айтқан болатын. Сондықтан біз де науқастарға бар күшін жұмсап жатқан дәрігерлерге өз өнімдерімізді ұсындық. Дәрігерлер меценаттарға зор алғысын білдіруде. Адамдарға қиналған сәтте көмектессе, оларға психологиялық жағынан да үлкен демеу болады. Потому что в столь сложный период для всей страны, для всего мира, в общем-то. Еліміздегі қиын кезінде жалпы әлемде бұл жағдай туындап жатқанда сүт компаниясы бізге үлкен көмек көрсетті. Мамандар тынымсыз жұмыс істеп, шаршап жүргенде компания сүт өнімдерімен қамтып жатыр. Біз оларға зор алғыс айтамыз. Сүт өнімдерін өндіруші кәсіпорын карантин мерзімі аяқталғанша осынау клиникаларға қолдан келген көмекті жалғастыра бермек. Компания алдағы уақытта жақын жердегі ауруханаларға да қол ұшын созып, игі дәстүрді жалғастырмақ ниетте. Жаңабек Нар, Данил Тарасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Қарағанды облысында Сарыарқа жастары атты еріктілер штабы құрылды. Мұқтаж жандар сонда хабарласып, жәрдем сұрауына болады. Еріктілер хабарды алған соң, қариялардың тапсырысына орай азық-түлігі мен дәрілерін ең қажетті заттарын әкеліп береді. Төтенше жағдай жарияланғаннан бері жастар мұндай мыңдаған жанға көмектесіп үлгерген. Республика даңғылындағы көп қабатты үйді толығымен карантинге жауып тастаған. Ол үйдегі тұрғындарға сыртқа кіріп шығуға тыйым салынғандықтан еріктілердің көмегіне жүгінуге мәжбүр. Штабқа күніне 30-ға жуық тапсырыс түседі. Ол тапсырысты еріктілер жедел және қауіпсіз түрде жеткізеді. Осылайша жергілікті жастар республикалық біз біргеміз акциясына қолдау білдіруде. Сарыарқа волонтерлық штабымен бірлесе отырып, осындай қамақта отырған, сонымен қатар ардагерлердің көпбалалы ата-аналардың үйлеріне барып, азық-түлікпен көмектесудеміз. Барлығы бесконтактный жұмыс жасалмады. Сосын біз чектарын көрсетеміз. Сол чектарды бергеннен кейін жалпы айтқан кезде Каспий голдпен жұмыс жасаудамыз. Бүгінде Сарыарқа жастары штабында 150 жас қызмет атқарады. Облыста жалпы 6000 ерікті бар. Соңғы бір айдың ішінде олар 160-тай қайырымдылық акциясын өткізіп, 16000 адамға көмек көрсеткен. Оның ішінде 5000 көпбалалы және аз қамтылған отбасылар, жалғыз тұратын қариялар, мүмкіндігі шектеулі жандар және тағы басқа санаттағы адамдар бар. Мұнда кімге көмек қажет, соның бәрі хабарласа алады. Штабтың байланыс нөмірі төменде көрсетілген. Жаңабек Нар, Данил Тарасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыста төтенше жағдай бойынша брифинг өтті. Онда облыс әкімінің орынбасары мен төтенше жағдайлар департаментінің басшысы бар жағдайды баяндап берді. Бүгінде аймағымызда су тасқынынан тұрғын үйлерге ешқандай қауіп жоқ. Бар жағдайды төтеншеліктер әуеден тікұшақпен бақылап отыр. Олар тиісті аумақтарды көкке 5 рет көтеріліп анықтапты. Космомониторинг мәліметтері бойынша қардың қалыңдығы негізінен Осакаров ауданының солтүстігінде және Нұра мен Бұқаржау аудандарының жоғары жағында 10%-дан төмен. Су қоймаларында ағынның күшеюіне байланысты су ағызу жұмыстары жүйелі жүргізілуде. Биылдан бастап біз өзендердің өздерін арналарын тазалау мәселесі сол келіп тұр, сол арналарын тазалайтын боламыз. Ол Нұра аудандарында бар, 2-3 жерде Бұқаржау ауданында бар, сондай учаскелер бар, солардың бәрін қалпына келтіріп, сол жұмыс жасайтын боламыз биыл жазда. Бас құтқарушының пікірінше департамент қажетті барлық техникамен қамтылған. Атап айтқанда жол талғамайтын және батпақта жүретін көліктер және тікұшақта бар. Арнайы құтқарушылар құрамы гидрокостюм, қорғаныс костюмы, бетперде, қолғап, противогаздармен жабдықталған. Қазіргі таңда еліміздегі төтенше жағдайға сай құтқару жұмыстарына тиісті өзгерістер енгізілген. За последние годы большая работа велась. Соңғы жылдары облыс әкімдігінен материалдық техникалық базаны толықтыруға зор көмек жасалып жатыр. Әуеде, құрлықта, суда жүретін көліктеріміз бар. Арнайы техникалар да жеткілікті. Мамандар соңғы үлгідегі мобильді құрылғылар мен автокөліктермен қамтылған. Дегенмен еліміздегі болып жатқан жағдайға қарамай өңірде тәулік бойы су тасқынының алдын алу бойынша штаб жұмыс істейді. Департамент басшысының айтуынша, егер де елді мекен халқына қауіп төніп кенеттен эвакуациялау керек болса, хаттама толтырылып, бар жұмыс төтенше жағдайға байланысты атқарылады. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.